Ақтөбе жоғары ауыл шаруашылық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Қанбаева Айнұр Сейтқалымқызы. Армысыздар, студенттер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай жолы роман-эпопеясы қайтқанда бөлімі. Сабақтың мақсаты көркем шығармадан алынған үзінділерді, қанатты сөздерді, дәйек сөздерді шығармашылық жұмыстарда қолдану. Жазушы Мұхтар Әуезов Татьянаның қырдағы әнімен 1939 жылы Соболевпен бірігіп Абай трагедиясын жазды. Соның негізінде Абай жолы роман-эпопеясын Мәскеуде бастырып шығарды. Ақынның сом тұлғасын жасауға 20 жылдай уақытын арнады. Сол еңбегі еленіп, ең алғашқы Абай жолы роман-эпопеясы үшін Лениндік сыйлықтың лауреаты атанды. Абай жолы роман-эпопеясы қайтқанда бөлімі. Бұл тарауда Абай оқуын аяқтап ауылына қайтады. Абайды алып келу үшін Құнанбай қалаға Байтас пен Жорға Жұмабайды жібереді. Жол бойы Абай ауылына асығып, үлкендердің мазасын алады. Оны алға озып кете беретініне, үлкендер ештеңе істей алмай дегеніне көніп, өздері де жылдам жүруге тырысады. Құнанбай ауылы бұл уақытта көл қайнар деген суы мөлдір, мол бұлақты қоныста қоныстанып жатқан еді. Ауыл тұрғындары үш аттыны алыстан таниды. Сөйтті де шуласа кетті. Үй ішінде жүрген Абайдың шешесі Ұлжан ұлының осы уақытта келетінін болжап еді. Абыр-сабырды естіп, төрдегі енесі Зерені хабарландырып, сыртқа шығады. Абай асығып аттан түсіп шешелеріне тұрған топқа жүре бергенде, Ұлжар анадайдан тұрып, «Балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр» деп, әкесіне сәлем бергенін жөн дейді. Абай жалт қараса, қонақ үйдің тұсында Құнанбай, оның жанында Тоқал шешесінен туған інісі Майбасар тұр екен. Әкесінің байқамай қалғанына ыңғайсызданған Абай солай қарай беттейді. Олардың жанына Байтас пен Жұмабай да келеді. Үшеуі жамырай амандасады. Құнанбай тез бұрылып қысқа амандасады. «Бойың өсіп, ер жетіп қалыпсың, балам. Біліміңде дәл осылай өсті ме?» дейді. Абай алғашында бұл кекету ме, әлде расымен білгісі келіп сұрап тұр ма, білмей қалады. Кейін, «Шүкірлік әке, ат барған соң, дәріс тамам болмаса да, Хазіреттің рұқсатын алып қайттым» дейді. Үлкендер Абайдың жауабын құп көреді. Құнанбай Абайды шешелеріне жібереді. Абай шешелеріне жеткенше, оны ауыл адамдары кезек-кезек құшақтап, бетінен сүйіп мәз-мейрам болып жатты. Құнанбайдың сұлу тоқалы Айғыз, «Мына жаман қатындар баламыздың бетін сүйетін жер қалдырмады ғой» деп, оның көзінен сүйеді. Ұлжан ұлын сүймейді. Оны құшақтап ескеді де әжесіне жіберді. Әжесі Зере, «Маған емес, бірінші әкеңе бардың» деп әуелі ұрсып алады да, немересі қойнына кіргенде құшақтап жылауға айналады. Келесі кезекте тапсырмалармен жұмыс жасайық. Берілген үзінділердің бірін таңдап, попс формуласы арқылы мағынасын ашыңыздар. Балам, әуелі ар жағыңда әкең тұр. Бойың өсіп, ер жетіп қалыпсың, балам. Біліміңде дәл солай өсті ме? Шүкірлік әке, ат барған соң, дәріс тамам болмаса да, Хазіреттің рұқсатын алып қайттым. Мына жаман қатындар баламыздың бетінен сүйер жер қалдырмады ғой. Маған емес, бірінші әкеңе бардың. Осы үзінділердің бірін таңдап, попс формуласы арқылы бірінші «менің ойымша» деп өз ойыңыз жазасыз. Екінші, себебі мен оны былай түсіндіремін деп түсіндіресіз. Кейін, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын деп өз ойыңызбен дәлелдейсіз. Және осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім деп
өз шешіміңізді айтасыз. Екінші тапсырма: Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясын әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, шығарманың тарихи көркемдік құндылығын бағалаңыздар. Бірінші Абай жолы және әлем әдебиетіндегі шығармадан алып, екі шығарманы салыстырасыз. Шығарманың тарихи құндылығын анықтайсыз және шығарманың көркемдік құндылығын анықтайсыз. Осы тапсырмаларды орындап жазуларыңыз керек. Келесі бүгінгі сабағымызда аяқталмаған сөйлемдер, яғни мен бүгін білдім деп сөйлемді аяқтайсыз. Мен бүгін сезіндім, ары қарай жалғастырасыз, және мен келесі сабақта білгім келеді деп өз ойыңызды осы аяқталмаған сөйлемдермен жеткізесіздер. Сау, саламатта болыңыз.